Сәлем достар, алдарыңызда толық приводты электрлі Zikr 009 минивэн. Батареясы жай емес, гигант десекте болады. 140 киловатт сағатына 820 километрді жай жүріп өтесіз. Бұл көлікке бір емес 2 электромотор орнатылған, екеуі қосылып 544 аттың күшін береді. Ал 100-ге дейінгі айналымы 4-5 секундта. Бәріміз ойлауымыз мүмкін, көліктің көлемі үлкен, кез келген жерден өту қиындыққа соғады деп, бірақ та бұл көлікте қосымша функция бар. Көлігіңізді қалғанша төмен немесе жоғары көтере аласыз. Ең төменгісі 11,5 сантиметрге дейін, және де максимумы 16 сантиметрге дейін көтере аласыз. Бұл да бір үлкен плюс. Жалпы санағанда 26 видеодатчик камера бар. Ең маңыздысы осы ортасында орналасқаны. Ол ішін және де сыртын видеокамераға жазалады, және де суретке түсіре алады. Өзім бірінші рет көрудемін, осындай жеңіл және де шағын кішкентай капотты. Лайк 5 деген баға қоям. 3 түрлі әдіспен кіре аласыздар. Ең бірінші карточка арқылы, классикалық есік тұтқасымен және де смартфондағы приложение арқылы. Ал ендеше ішке кіріп, ішкі салонды бірге бағалайық. Ең қызық және де басты бөлігі демалатын артқы орындарын көрсетейін. Отырғанда орындықтар өте ыңғайлы. Мына жерде ашып қалсаңыздар, массаждың регулировкалары және де орындықтарыңызды алға артқа жылжыту функциялары бар. Тарелкаңызға жеміс-жидекті салып, жеп отырып, жол жүрген рахат емес пе? Жаңа көлік екенін дәлелдейтін тағы бір зат, ол бізде телефон қуаттағыш, управление, паркинг, аваринкадан бөлек функциялардың барлығы дерлік осы бір планшеттің ішінде. Үлкен минус бәрі қытайша, орысша, қазақша мүлдем жоқ. Менің ойымша, алдағы уақытта қытайлықтар бізге тиімді тілде көліктерді шығарады деген ойдамыз. Өз ойларыңызды осы жерге комментарийға жаза кетіңіздер. Алдағы уақытта мен сіздермен қызықты көліктермен бөлісетін боламын. Protachki.kz парақшасына жазылып қойыңыздар.